Сәлеметсіңдер ме балалар? 50-ші сабақ мен не үйрендім. 5-ші тапсырманы жазбаша орындаймыз. Мұнда бірінші топтың кімдікі екенін анықтап аласыңдар да, ары қарай допты сипаттайсыңдар. Мысалы, Жазираның добы бар деп бастауға болады. 6-ші тапсырмада мәтінді оқып аласыңдар. Мәтіннің түрін анықтап, белгілейсіңдер. Мәтінге ат таңдауда дұрыс жауапты белгілейміз. Онан соң мәтін мазмұны бойынша 2 сұрақтар құрастырып жазамыз. 7-ші тапсырмада пайымдау мәтіні туралы білетініңді пайдаланып жағдаяттан шығып көріңдер. Мәселен, Медеттің інісі балағаша барды. Ол жапырақ көктемде неге жасыл және күзде неге сары болатын туралы сұраған. Енді сіздер бірінші сөйлемде жапырақ көктемде жасыл болады, ал күзде сары болады. Себебі, өткені, сондықтан деген сөздерді пайдаланып, екінші сөйлем, үшінші сөйлемдерді дәлелдеңдер. Сұрақтың жауабын таппасаңдар, дерек көздерге жүгінуге болады. Балалар, бүгінгі тапсырмалар түсінікті деп ойлаймын. Сабақ аяқталды.